Кешер, құрметті мынау тойға келген көпшілік. Бүгінгі тойдың себебі осы үйдің еркесі, осы үйдің кенжесі мынау Жансұлтанның себебімен бәріміз бас қосып отырмыз. Бұл деген үлкен қуаныш. Ал амандық. Рыскүл, мына қуаныштарың құтты болсын. Сол баланың қызығын көріңдер. Сол баланың жемісін көріңдер. Үлкен азамат болсын. Ал құрметті қонақтар, сіздердің де келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Сіздер де осындай той көріңіздер. Тек қана Қазақстанымызда мына тыныштық болсын. Тапқан тергеннің барлығы осындай үлкен тойға, дастарханға жайыла берсін. Амандық. Амандық. Рыскүл. Апалар. Тойларыңыз құтты болсын балдарыңыз. Үлкен ер жігіт болып өссін. Денсаулығы мықты болсын, жәкіл өксін. Құдай қаласа үлкен тойларында бірге болайық. Құдай жұмымыз жазбасын әрқашанда. Мына бүгін үлкен той болғасын. Бақытты болсын. Ал енді бір тайым бар еді. Тоқылдақпен келдім ғой, қалтама салып келдім. Қайда қайсың жігіттер адам? Амандық, Рыскүл. Сендерден бізге Құдай қосқан адамсыздар ғой. Не дейміз, мынау 3 күннен бері осы тыпырлап айтып, осыда қалай болады деп жатыр ек. Құдайға шүкір. Адам келді, қонақтар келді, жақсы болды. Өте қуаныштымын, өзім риза болып отырмын дейсің. Сондықтан мақсат болмай жатқан шығармын. Қайсы мақсат болады деп жағдым. Ой, ішіп жатырмын ғой. Не дейміз, мынау Жансұлтанымыздың осы той қоласа берсін. Жасына жас қосыла берсін. Мектепке барған қадам құтты болсын. Ылғи жақсы баға оқып, үлкен азамат болсын. Алдымда үлкен жол тұр. Сол жолдың бәрінен өтіп, үлкен бір азамат болсын енді. Тек жақсылық болсын. Осыға тек қана тойға жолға. Осы амандық пен Рыскүлдің ошағында. Апа, немереңіздің тойы құтты болсын.